Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге отырып сүйрет салатын боламыз. Сүйрет салуды өте қатты жақсы көремін. Өз басым қолөнермен айналысқаннан кейін сүйрет салуға бір табан жақынмын. Осылайша сүйретімді сызып бастадым. Өте танымал ертегі бұл. Репка ертегін салатын болатынмын. 3-ші сыныптағы балама кез келген ертегіні салып келіңдер сүйретін деген үшін біз еш ойланбай отырып осы репканы таңдап, репканы сүйретін салатын боламыз. Мен салып беремін, баламға детальдарды түсіндіріп айтып, балам бояйтын болады. Осылай екеулік жұмыс болады. Жалпы аналарымен бірге отырып салыңдар деген бірден кірісіп кеткеннен кейін мен балама сыз деп айтуды ұмытып кеткенмін. Шамалы болмай өзім сыздым. Арасында балама боятқыздым. Менде 3-ші сыныптың баласы болғаннан кейін шамалы есім біледі. Баламда сүйрет салуға, сүйрет сызуға өте бейімді. Бояғанда өте керемет бояйды. Өзіме баламның бояғандары қатты ұнайды. Осылайша біз репка сүйретін сызып алатын боламыз. Маған адамдардың жүзін сызуға қатты қиналған жоқпын, жалпы түрін. Маған ең қиын болғаны бұл жерде итті сызу болды. Тек итімді ұқсата алмадым. Жануардан көре адамдарымның жүзі өте анық болып шықты деп ойлаймын. Бағасын бере кетіңіздер. Комментария бөліміне жазып отырып. Осылайша балама сызып берген болатынмын. Жалпы ешқандай орын берілмейді екен. Жай көрнекілік ретінде сызып апару керек екен. Әйтеуір ешкімнен қалмасын деп барынша тырысып сызып берген сүйретім. Сіздердің ойынша бұл сүйрет сызу үшін қанша сағатым кетті деп ойлайсыздар? Оңай болған жоқ. Қайта өшіремін, телефонды үлкейтіп қараймын, кішірейтіп қараймын. Сызған дұрыс шықпай қалды, өшірдім. Жалпы ақыры не керек? Мен репка сүйретін шығарып шықтым. Өзіме қатты ұнады. Өте керемет шықты сүйретім. Сіздер де бағасын беріп кетіңіздер. Комментария бөліміне жазып, қалай шыққаны туралы айтып кетулеріңізді сұраймын.
Thank you.